Шындығы бар алақиқат, жалғыз қайта оралды ақиқат айтатын жалғыз ұлыңыз. Атаққа құмар емеспін, мал мүліктің қажеті жоқ. Көзімнен мен қара судан нәр татсам да көңілім тоқ. Қорқытсаң да отбасымды жоқ етем деп соңына жетем. Себебі тамырымда шыңғыз ит емес, қазақ қаны жүрген. Қазір заман емес, қазақ құндылға ауысқан. Бабам жаралса намыстан, кей ұрпақ арақ пен салюттан. Әншінің концертнизмасы көтеріп қалған басына. Халық қалаулар смағайып бұлсалықты көбейтсен де жытаттық басын артына. Өсекте пилік тасқан астында алаңға шығып наразылығын білдірудің орнына. Әуелден ақиқатты мойындамаған көк бөрі ұрпағы кімнің алдында жорғалап бауырын сатуға дайын тұрады. Оян қазақ, аша қой көзіңді, бұға берсең суға береді. Шүкір деп отыра берсең бәріміз сатады. Қырғыз Украин президентіне ұшып кетеді. 300 батырлар ұрпақтарын аманат еткен кең жерімізді жеке меншігіне айналдырғандай. Сыйға тартады, сатады өзінің қара қамын. Құлқын ойлап олар мәңгі жасайтындай. Ел қалаулары ел жағдайын білмейді. Олардың уақыттар жоқ, қара халыққа уақыттар жоқ. Олардың заңсыз қатындар жылар алға барғысы келді. Сол сақалдарымен олар да кетті. Жоғарғы оқу орнына түсу жыл сайын қымбаттап барады. Ондағы жұмысшылардың айлығы бірақ жоғарламады. Сондағы руар қаржы қайсы біріңнің қалтаңа құйылады. Білемін, Швейцариядағы шоттарында евролар жиылады. Автомобиль бөлшегіндей бөлшектеуге жетім нәрестелерімізді әлде мұхит асырып алып кетуде. Өзіңді өзің ойламасаң, сыртқы саясат, көз бояушылық, өзгелерге миллиард таратудан қол бос емес. Нориктің ойымда жоқ іріткі шығару бұл жыры. Мен теледидардан көрген ғана таниды қазекең. Ал мен немесе басқа шынайы қазақтарды ойлайтындарды теледидарға шығармайды. Астана, Нұрқалам немесе Нұрлы таным деген шығарма жасам Астананың сол жағалауынан әлде қайда үш бөлмелі пәтерге болатын ем. Мен өтірікті айтпаймын, ондайды күтіңіз әріптестерінен. Жыл сайын суға бататын полиция қорғау орнататын. Қалталар сылқы емас болып жаспен кәрсін қағатын. Қазақ өз жерін ұйғыр мен орыстың пәтерін жалғалатын. Қызын жабу орны ашып сомен мақтанатын қазақ халқым. Балаларын зорласа да, намысын таптаса да, біздің қазеке өзге ұлттар жылы шығарып салады. Ал біздің іні қарындастарымыз шетелде мәңгіге сотталады. Кім не десе де басынан шірейді балық. Балық басынан шірейді, дұрыс бас келсін. Саған қазақ жерім, халықты өтіптен беретін. Мен қазақстандық емес, мен қазақпын. Қазағым мен жерімді мекендейтіндер үшін соңына дейін баратын.